күн сіздермен Қазақ-Британ халықаралық мектебі. Екінші тоқсанның басталуына санаулы күндері қалды. Оқушыларымыз демалып жатқанымен, мектебіміздің ұстаздары мектебіміз тыным тапқан жоқ. Осы аптаның ішінде олар түрлі семинарлардан өтті. Соның бірі бүгін жасанды интеллект бойынша курс өтуде. Яғни жасанды интеллектті сабақ кезінде білім беруде қолдануды жетілдіруде. Қайырлы күн. Бүгін мектебімізде Касса компаниясы мұғалімдерге өте тиімді семинар жүргізді. Бүгінгі семинар мұғалімдерге өте пайдалы болды. Өйткені біз жасанды интеллекттің әртүрлі программаларымен сабағымызды, жұмысымызды жеңілдету жолдарын үйрендік. Бүгінгі семинарда маған өзіме керекті алған дүние ол уақытымды 80%-ға үнемдеу. Сабақтың үстінде жасалған КМЖ, БЖБ, ТЖБ-ларымызды санаулы минуттарда жасап тастауға болатынына көзім жетті. Сәлеметсіздер ме? Мен математика пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі күн өте қызық өтті. Мен өзіме жаңа платформаларды таңдадым. Мысалы, Tripip пен Newport өте қызықты платформа екен. Өстіп мектеп басшылығы бізге ұйымдастырып жатқандарына рахмет. Шын жүректен рахмет айтамын. Рахмет. Оны екіге бөле аламыз. Яғни күннен түн болады, иә? Солайынан түсіндірейін, математикамен кіріктіріп. Тағы да бір сағатта неше сағат бар? Бір тәулікте неше сағат бар? 24 сағат бар деп. Өзіңіздің уақытыңызды балалар жоспарлап көрейікші. Мысалға, сіздер бір күнде неше уақытқа бөле алар едіңіздер? Уақыттарыңызды тиімді пайдалану үшін не қолданыласыздар деген сұрақ қойуға болады. Кейіннен әр бөлікке өздерінің мақсаттарын жасалған. Математикамен жартыластыруды кіріктіру жасалған. Бұрынғы кезде қалай өлшеген? Яғни 3-ға күнді қойдым. Себебі бұрынғы кезде сағат болмаған кезде күннің түсуіне қарай уақыт өлшеген. Адам күнге қарап тұрып, өзінің денесімен бірге қалай күн көрсетіліп тұр, солай өлшеді деп сенген. Яғни қолыңызды көтересіз, 10 жағсаларын істесеңіз, сағат тілі адам өзін сағаттың тілін рөліне қойып өлшеген ғой. Соған бұл жердегі сұрақ қандай белгілер бар? Ашық сұрақ. Бөлінгеннен кейін балаға жауап беру керек. Екпат жерді теңдей екі жарты шарға, яғни оңтүстік пен солтүстік жарты шарға бөліп тұрады. Уақыт өлшеудің әртүрлі әдістері бар. Механикалық құрылғылармен. Жердің пішіні қандай? Шар тәрізді. Иә, жер өз білігінен айналғанда күн түн ауысар. Егер жер өз білігінен айналмаса, онда жердің бір жағында мәңгі жарық болып, қатты ысып кетер. Ал екінші жағында мәңгі түн болып, қатты суық кетер. Жолабы үлкен көрінбей ма? Кейінен видео көрсетіледі. Және онда досына дос. Ана, плюсикті басыңыз неде тұр ғой? Сізде ақ цветті береді, жалпы, ақ түсті береді. Бүкіл цветтің қосындысы бізге ақ түсті береді. Сол адам қалай көреді, соны көрсетіп тұрған ондай жерде. Ана жерде қандай жарықты көріп тұр, сол цветті көрсетіп тұр. Ана жерде оқыш адамға. Электромагниттік толқындар, мысалы, қызыл цветті көрсеткен болса, қызыл цветті көрсетіп тұр. Қазір 3 цветті көрейінші. RGB дейді. Последняя лучше. Corporation. QBS Corporation. Да, это уже реально такая... Ага. Здесь вот габитулы, а здесь просто... Как габитулы?
алуға болады. Мынаның барлығы шетел әдебиетінің бәрі қазақ тілінде. Ана жақта өзіміздің қазақ құндылығымызды дәріптейтін кітаптар және оқулықтар өзіміздің ағылшын тілінде барлық сыныптарға жеткілікті оқулық және сөздіктеріміз бар. Айгүл Қанаттың арқасында кітаптарымыз толып жатыр. Жақта балалар отырып оқиды, бірақ енді өкінішке орай әлі электронды нұсқа болмай жатыр. Бұйырса ол да болады енді. Цифрлық формат, иә?